Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін Қарқынды Бауда отырмыз. Және бүгін біздің айтатын тақырыбымыз қырқу, бұтау, шырпу, яғни обрезка. Яғни бір сұрақ туындайды, біз не үшін жеміс ағаштарын кесуіміз керек, не үшін қырқуымыз керек? Оның мен сіздерге айтатын бүгін 5-6 себептері бар. Оның біріншісінен бастайтын болсақ, ең біріншісі мынау ағаштардың күн сәулесін түсуіне жақсы көмектесу. Күн сәулесін, яғни күн сәулесі жақсы түсетін болса, жеміс ағаштарының жапырақтарында фотосинтез процесі өте жақсы жүргендіктен оның өнімі де жақсы болатын болады. Екінші бір мәселесі оны ара қашықтығын сақтау. Өйткені мына жерде көрсеңіздер, ара қашықтар өте жақын тұр, мыналар бір-бірін ертең айқасады. Сосын мына жерде бір көлеңке болып, мына жерде өнім де төмендеу болады. Сосын күннің сәулесі түсу азаяды. Сол үшін біздің ара қашықтықты бір-біріне мүмкіндік беру үшін, бір-біріне айқаспау үшін оны кесуімізге тура келеді. Және де тағы бір мәселе, бір себебінің бірі, біз мынаның ағаштың өсу потенциалын төмендетуіміз керек. Өйткені кейде бір ағаштар потенциалы өте жоғары болғандықтан, несі бойындағы ол қарқын түрде өсе беруі мүмкін. Сол үшін біз оларды кішкене кесу, шырпу арқылы, бұтау арқылы кішкене тоқтатып отырамыз. Одан кейінгі тағы бір мәселесі, кесудің себебі ауру және әлсіз, яғни өлігі жақын бұтақтарды кесуімізге тура келеді. Яғни ол бізде санитарлық кесу деп айтады. Одан кейінгі тағы бір себебінің бірі, яғни өсіп кеткен, яғни кішкене жас ұлғайған бұталарды кесу арқылы, біз оны одан жаңа бұталар шығару арқылы, біз оны ағашта жасартамыз. Бір бұтаудың да тағы бір себебі осы. Және де тағы бір себебі, біз тек қана бұтақтарына ғана емес, негізгі сабағына күн түссе де жақсылап, бұның бойындағы да ұйықтап жатқан бүршіктер ояна бастайды келер жылы. Сол үшін біз оны бұтауымыз керек. Бұтап күннің сәулесі жақсы түсу үшін. Және де тағы да бір себебі, біз күннің сәулесі жақсы түсіретін болатын болса, яғни қызыл түсті сорт алмалары, қызыл түстілер жақсы шырайлана түсетін болады, қызарып. Одан кейінгі тағы бір тәсілі, біз оны жеміс ағаштарын, өйткені көп өнім береді, бүкіл энергиясын соған сарп етіп қойғандықтан, және оны кейде көтере алмай бұталар сынып жатқандықтан, біз оны өнімділігін кішкене төмендетеміз. Яғни ол біз жоспарлы түрде, яғни жыл сайын өнім алу үшін, жақсы өнім алу үшін, біз оны шырпу, қырқу, бұтау арқылы кішкене алманың өнімділігін түсіреміз. Өйткені біз сол арқылы біз бойының структурасын жақсы сақтайтын боламыз, құрылымын, және сапалы жақсы өнімдер аламыз. Кейде оны біз қырқпайтын болсақ, ол көп өнім бергендіктен олардың мөлшерлері кіші болады, сапалары төменде болады. Егер біз шырпы өзімізге қажетті жоспарланған өнімді сақтайтын болсақ, кішкене үстіне қосу арқылы, өйткені неше түрлі факторлар азаюы мүмкін. Сол үшін біз алманың сапалы өнім алуымызға себеп болады. Және оның тағы соңғысы, біз сапалы, шырайлы, үлкен алмаларымызды жеміс аламыз десек, онда да біз қырқуымызға тура келеді екен. Жалпы осы біздің айтатынымыз, не үшін біз қырқу, бұтау жұмыстарын жүргізу керектігіне деген жауабымыз.